Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Аружан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай табада пісірілетін, дәмді әрі ерекше болып шығатын банан қосылған пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Пирогты жасау үшін бізге ұн, қамыр қопсытқыш, ванилин, сұйық май, жұмыртқа, жылы сүт және де қантымыз қажет болады. Барлық ингредиенттерді бөлме температурасында жылытып алыңыздар. Бөлек ыдысымызға жұмыртқа мен қантты және де ванилинді салып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Достар, менің каналымдағы видео рецепттер сіздерге ұнап жатса, видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Барлығы біркелкі масса болған соң, үстінен жылы сүтіміз бен сұйық майымызды құйып, тағы да біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осы уақытта жылы сүтте қантымыз еруі керек, сол себепті қатты күшпен араластырып алыңыздар. Дайын болған массамыздың үстіне ұнымыз бен қамыр қопсытқышты салып, тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Ешқандай түйіршік қалмастан, сұйық массаға сұйық күйге енгенше қатты күшпен араластырып аламыз. Міне бізде осындай сұйық күйдегі масса пайда болу керек. Енді пирогымыздың салмасын дайындауға кірісеміз. Бананымызды осылай турап дайындап аламыз. Табамызға майды құйып, оның үстінен қантымызды толықтай сүйеп шығамыз. Майды табаның жағыларына да жағып шығамыз, себебі біздің пирогымыз жабысып қалмас үшін барлық жеріне толықтай майды жағып аламыз. Одан соң кесілген банандарды осылай табаны толықтай жапқанша орналастырып шығамыз. Банандар дайын болған соң үстінен осылай сұйық массаны құйып, барлығы толықтай жайылған соң бетін жауып, пирогымызды жай отта 20 немесе 30 минутта пісіріп аламыз. Арада уақыт өткен соң пирогтың бетін ашып көретін боламыз. Астыңғы бөлігі толықтай пісіп қызарып шыққан, оны екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Міне менің банан қосылған пирогтарым дайын болды. Ортасы толықтай пісіп шығатын болады. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасауға кеңес етемін. Достар, видео рецепт ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сіздермен болған Аружан.